Барлығына сәлем. Бүгін біз осындай түйме қадайтын, бау өткізетін ілмек жасауды үйренетін боламыз. Қазір мен сізге белдікке осындай киперная лента дейді, осындай бауды қалай қосу керектігін үйрететін боламын. Ол үшін бізге қажетті құралдар осындай полуавтомат петля жасайтын лапка. Бұл тігін машинасында комплектіде болады көбінесе. Сосын маған осындай дублерин керек. Бір қанша сантиметр? 5-те 6 болатын дублерин кішкене. Бор және сызғыш лента қажет. Және өзіміздің белдігіміз. Белдіктің дәл ортасын біз белгілеп аламыз қазір. Осы жерге дублерин жапсырамыз. 1 сантиметр қалдырамыз, ол тігізіп кесе қайырылып кетеді. Осылай дублеринді жапсырамыз үтікпен. Мінекей осылай жапсырып алдық. Көрінбейтіндей қылып сызып аламыз. Және бұл белдік жалпы 12 сантиметр, 2 сантиметр тігізге кетеді. Дәл ортасын тапқаннан кейін оны тағы да 5-те 2-ге бөлеміз, 2,5. Осы жерде болу керек, сонда бауымыз. Жалпы алғанда 3,5, мына жақтан 3,5, мына жақтан 3,5 сызамыз осылай. Арасы 2 сантиметр болса жеткілікті. Мінекей. Ұзындығы 2,5 сантиметр болсын біздің петелькамыздың. Басы, соңы, басы, соңы. Айқындап алдық. Енді 2,5 сантиметр дегеніміз бұл 5 мынау сызық. Әр сызық 0,5 сантиметрді білдіреді мұнда. Мына 5-ші сызыққа дейін тігетін боламыз. Ол үшін бірінші лапканы ауыстырамыз. Жоғар жағын көтереміз, лапканы жоғар жағын. Сонда лапка түсіп қалады. Қарапайым лапкада полуавтомат лапканы орналастырамыз. Орналастырдық. Полуавтоматқа керегі осы тігістер. Бірінші түзу тігеміз соңына дейін 2,5 сантиметр. Содан кейін 2 осылай закрепка береміз. Сосын 3, 2,5 сантиметр артқа қайтамыз. 4 закрепка береміз. Осыған ауыстыру үшін біз бірінші селекторды таңдаймыз. Ол бізде оңға жылжытамыз. Бір болды. Енді ұзындығын. Оның 0 мен 1-дің арасы болады әрқашан. Мінекей мен ең басталатын жерін таңдаймын осылай. Инені түсірдім. Енді алдыға қарай 2,5 сантиметр тігеміз. Матаны тартпаймыз. Бір қалып ұстап отырамыз. Тігін машинасы өзі реттейді. Осылай келді. 2-ге қоямыз. Бір 5-6 рет жасасаңыз жеткілікті. Инені көтереміз. Енді 3-ге алып қоямыз. Артқа қарай кері қайтуымыз керек. Беске жақындаған кезде асықпаңыз. Мұны мен 5-ке келіп қалдым, себебі алдыға өтіп кетуіңіз мүмкін. Инені көтердім. 4-ші деңгейге ауыстырам. Закрепка беру үшін. Осымен болды. Инені көтереміз, лапканы көтереміз. Жіпті қиямыз. Мінекей осындай әдемі ілмек шықты. Енді екіншісін тура солай қайталаймыз. Мінекей екіншісінде тіктік. Қазір арт жағындағы артық жіптерді
қиып тастау керек. Ортасын қалай біз тесеміз. Сапалы мына жаққа өтіп кетпей тесу үшін бізге осындай булавка керек. Булавканы матаға кіргіземіз. Сосын мына екеуінің ортасына кіргіземіз. Неге? Петельканың ортасына. Содан кейін қайтадан матаға. Екіншісінде тура солай қайталаймыз. Мата, сосын петельканың ортасы және мата. Енді бізге спаривательдің арқасында осылай итереміз. Кішкене жол ашқаннан кейін шипчикпен қиямыз. Соңына шейін қиюға мына ине көмектеседі. Және ары қарай кетіп қалмас үшін де осы ине көмектеседі. Спаривательдің көмегімен иненің матаны ортасын қиямыз кішкене. Тіліп аламыз. Шипчикпен қиямыз. Соңына дейін. Мінекей. Осындай әдемі екі ілмек пайда болды.